Ахмет Байтұрсынов атамыз газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп бекер айтпаған болатын. Бүгінгі сұхбатымыз 100 жылдық тарих бар Егемен Қазақстан газетінің шығыстағы тілшісі Азамат Қасыммен жүргізетін боламыз. Өскемен қаласының тұрғындары қаланың тарихын осы жерден бастап алады деп жүр. Ал сіз болсаңыз 1000 жылдық тарих бар деп әлеуметтік желілерде кеңгір тұра деп жазып жүрсіз. Бұл атауды қайдан алдыңыз жалпы? Расында Өскемен тұрғындары қаланың тарихы осы мына Ертіс пен Үлбінің қосылған тұсында басталды деп жүр. 1720 жылы осы жерде бекініс салынған. Ол бекініс салынғаны рас, бірақ Өскеменнің тарихын бұл бекіністің тарихын шатыстырмау керек. Бекіністің тарихы бір бөлек, қаланың тарихы бір бөлек. Ал енді кеңгір тұраға келсек, қазір Германияда тұратын Нұрлан Кенжахмет дейтін бір ғалым ағамыз бар. Сол кісі Өскемен 1757 жылға дейін кеңгір тұра деп аталған деп сұхбатында айтқан. Кеңгір тұра деген сөздің мағынасы көне түркі тіліне аударғанда қалашық деген мағына береді дейді. Сосын ол кісі тағы да бір жақсы дерек ұсынды жақында, әлі мен оны көп мақаламда жазған жоқпын. Өскеменнің маңайында Кеңгір деген өзен болған екен кезінде. Бұқтырма мен Үлбінің арасында Кеңгір деген өзен болған екен. Ол карталарда бар екен, жоңғардың карталарында. Бірақ қазір ол өзен тартылып кеткен ба, жойылып кеткен бұл өзен жоқ. Бұл да бір жаңа Кеңгір тұраға дәлел. Сосын енді Өскеменнің жалпы тарихына айтатын болсақ, расында Өскемен тарихын біз 300 жылдықпен шектемеуіміз керек. Өскемен тарихы 2000 жыл, 3000 жыл жоқ деген Өскемен тарихы Алматы қаласы бұрын атап бекітті ғой, Алматының 1000 жылдығы деп. Сол секілді біз болашақта Өскеменнің 1000 жылдық тарихы бар деп атап өтсек болады деп мен ойлаймын. Өйткені Өскеменнен қаншама археологиялық жәдігерлер шыққан, ол жөнінде мен өзімнің Егемен Қазақстанға шыққан мақаламда жаздым. Мысалы үшін мына Менавной дейміз, Ахмер дейміз, сол жақтың көбінен көптеген археологиялық жәдігерлер шыққан. Қола дәуірінен бастап сақ кезеңі бар, көне түрік кезеңі бар, қимақ кезеңі бар, ерте түрік кезеңі дейміз, көп кезеңді қамтыған ескерткіштер шыққан. Бірақ бір жері көп айтылмаған. Бір жағынан енді археологтар мән бермеді ме, сол деректердің барын енді қозғап жатырмыз. Өскеменнің тарихын біз әлі білуіміз керек деп ойлаймын. Сосын Өскемен бұрын осы жерге орыс әскерлер келгенге дейін Дом дегенде атау болған дейді. Оны енді Құрбанғали Халид, тарихшы, өзінің Тауарих Хамса деген еңбегінде жазады. Өскеменнің бұрын қазақтар Дом деп атаған, орыс келмей тұрған кезде Дом деп аталған деп жазады. Және де біздің мына қаланың іргесінде Ахмер дейтін ауыл бар, өздеріңіз білесіздер. Ахмердің бұрынғы аты Қарасу екен. Ахмер деген ол қайықшы болған екен. Біздің қазақтарды былай ертістен өткізген қайықшы болған екен. Содан кейін мына Менавнойдың аты Күсебай Шарбағы деп бұрын аталған екен. Сондай Өскемен тарихы енді шығып жатыр. Біз енді оны білуіміз керек. Бұл жерде мәселе қаланың атын ауыстыру деген әңгіме жоқ. Бірақ біз өткен тарихымызды білуіміз керек. Көшімдіктердің жанына батқан паром жайлы мақалаңыз мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың назарына ілігіп, тиісті орындарға тапсырма берген болатын. Осы кезде қандай күйде болдыңыз? Кез келген журналистің мақаласы президенттің көзіне түсе бермейді ғой. Әрине, жазған дүниеңді елдің бірінші басшысының өзі оқып, үкіметке тапсырма беріп жатқан кезде мен өте қуандым. Қуанған себебім біріншіден мен Күршім ауданының тұрғындары үшін қуандым десем болады. Мен мақаламның президентті оқығанда емес, Күршім аудан тұрғындарының мәселесінің президентке жеткеніне қуандым. Шынымды айтсам, бұл мақала шыққаннан кейін Қасым-Жомарт Кемелұлы үкіметке тапсырма бергеннен кейін Күршім аудан тұрғындары өте керемет қуанды. Жаңа қалпақтарын аспанға атып қуанды десем болады. Өздері жаңағыдай ол сезімдерін білдіріп жатты. Расында бұл енді 20 мыңнан астам тұрғындары бар Күршім ауданының нөмір бірінші мәселесі деуге болады. Бұған дейін сан рет айтылды, көп жерлерде көтерілді. Бұны енді менің осы облыстағы әріптестерім де талай мәрте көтерді. Аудандық газеттер бар, облыстық газеттер бар. Сондықтан ол әріптестерімде еңбегі зор деп ойлаймын. Енді маған бұл мақаланы президентке жеткізудің бір орайы келген екен. Ең бастысы осы мәселе шешімін тапса деп ойлаймыз. Халықтың тілегі де осы. Биыл Егемен Қазақстан газетінің ғасыр тойы айтулы датаға орай газет тілшілері оқырмандарға не ұсына алды?
Егемен Қазақстан газеті енді өзіңіз білесіз, еліміздегі тарихы терең, үлкен газеттердің бірі. Кезінде Егемен Қазақстан газетінде Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов, Смағұл Садуақасов, Бейімбет Майлин, Тұрар Рысқұлов, Ғабит Мүсірепов секілді қазақтың үлкен азаматтары қызмет істеген, басшы болған. Бертінде мына тәуелсіздіктің елең алаң шағында Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекілбаев секілді ағаларымыз егеменде басшы болған. Шерхан Мұртаза ағамыз егеменнің басшысы болған кезде газет атауы социалистік Қазақстаннан егеменді Қазақстан, кейіннен Егемен Қазақстан болып өзгертілген. Егемен Қазақстан газеті кезіндегі алаш қайраткерлер салған сара жолды жалғастырып келе жатыр. Бүгінде ұлттық ұстанымды, елдің мәселесін жеткізетін үлкен газет. Енді оқырмандарға не ұсынады дегенге келсек, осы ғасыр тойының қарсаңында Егемен Қазақстан газеті 100 жылдағы ең озық үздік мақалаларды жинақтап, 100 жылдық жылнама деген кітап шығарып жатыр. Сонымен қатар осыдан 1-2 жыл бұрын Егемен Қазақстан газетінің форматы өзгерді. Қазір жаңа форматқа көштік. Жаңа форматпен бірге жаңа айдарлар, қосымша айдарлар ашылды Егеменде. Егемен Қазақстан газеті Америкада шығатын өте беделді газеттердің бірі. Нью-Йорк Таймс газетімен де ынтымақтастық орнатып, былтырғы жылдан бастап осы газеттегі өте өзекті мәселелерді қазақ тіліне аударып шығара бастады. Сосын осыдан 2 жыл бұрын Егемен Қазақстан газетінің басқарма төрағасы Дархан Қуандықұлы Жапонияға барып, сондағы Асахи Шимун дейтін 6 миллион тиражбен тарайтын газеттің жұмысымен танысып барып қайтты. Оның бәрі тәжірибе алмасу. Сол газеттерден көрген озық тәжірибелерді қазір Егеменге енгізіп жатырмыз. Бүгінде Егеменнің сайты қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде және латын қарпінде, сонымен қатар Қытайда қандастарымызға да қол жетімді. Ол кісілер Қытайда қандастарымыз Егемен Қазақстанның сайтын оқи алады. Қазір интернет дамып, әлеуметтік желі оқырмандары көбейіп, газет оқырмандары азайып бара жатыр. Алдағы бірнеше жылда не болатын болжаудың өзі қиын. Газет оқырмандарын қалай ұстап қалу қажет? Енді осы сұрақты қоюшылар көп. Газетте жұмыс істеп жүргеннен кейін. Бірақ осы сұрақты қоятындар газетте істейтіндер емес, көбінесе осы әлеуметтік желіде жұмыс істейтіндер қояды. Енді газеттің жабылғанда мүдделі ме, о жағын енді түсінбедім. Дегенмен газеттің орны бар. Газеттің шығып келе жатқанда енді қанша жыл болғанда, қаншама ғасыр болған шығар, газет жойылса неге жойылып кетпеді осыған дейін. Сондықтан мен газет жойылады деп ойламаймын. Әлеуметтік желімен бірге газетте шыға береді. Ол газеттің мәселе газеттің сапалы шығуында. Қазіргі уақытта газеттер сараптамалық дүниелерге көңіл бөлу керек деген пікірлер айтылуда. Бұл өте дұрыс. Өйткені әлеуметтік желі мен телевидениеде берілген ақпарат, ол тұшымды ақпарат көрермендер ала алмайды, оқырмандар. Сондықтан газетте белгілі бір дүниені сараптап берсе, ол оқырман қандай уақытта болсын оның маңыздылығы жойылмайды. Сосын газеттің ең бір үлкен артықшылығы, мәселен, интернеттегі бүгін бар дүниені ертең таба алмауыңыз мүмкін интернеттен. Ал газеттегі бар дүниені кітапханаға барып, почтовканы қарап, жаңа тігіндерді қарап, қай уақытта да қараймын десеңіз мүмкіндік бар. Сондықтан газеттің маңызы жойылмайды. Газет халықтың қолданыстан түспейді деп ойлаймын. Сұхбатымыздың соңын әзілмен аяқтайық деген оймен Егемен Қазақстанның байқауы жарияланып жатыр. Қазіргі таңда соған мен өз жазбамды қалдырсам деп отырмын. Ол күнделікті әдетінше дүңгіршектен еліміздің бас газетін сатып алып, бетін құлаштап ашты да қайта жапты. Бұл жазбам байқауға жарай ма? Және байқауға оқырмандар қалай атсалысып жатыр? Енді Егемен Қазақстан газетінің оқырмандары газетті үнемі қолына ұстап оқығанды жақсы көреді. Жаңағы оқырманда газетті үйіне барып оқығысы келген болу керек деп ойлаймын. Ал енді жаңағы байқауға келсек, Егемен Қазақстан газетінде ең қысқа әңгіме деген байқау жарияланып жатыр. Қазір әлеуметтік желілерде осы Егеменнің ең қысқа байқауы хит болып жатыр десем болады. Елдің бар екі сөздің бірі қазір бір сөз жазады астында ең қысқа әңгіме деп хэштегтермен белгілеп жатыр. Оқырмандар өте белсенді қатысып жатыр. Енді бұйырса бұл байқаудың қорытындысы осы қараша айында Егемен Қазақстан газетінің 100 жылдығына орай салтанатты жиында қорытынды шығарылады. Байқауға осы шығыс қазақстандық көрермендерді, оқырмандарды атсалысуға шақырамын. Сырлы сұхбатыңыз үшін рахмет. Егеменнің мерейтойы тағы да құтты болсын және шығармашылық табыс тілеймін. Өздеріңізге де көп рахмет. Шығыс ақпарат ұжымына мен де табыс тілеймін.